Шамсақ өмірі 11-ші жалпы білім беретін мектебінің 9-ші А сынып оқушысы. Мамандықтар әлемін ашамыз атты облыстық форумда осындай мамандық бар атты номинацияда түсіріліп көрсетілім дайындадым. Осындай мамандық бар дизайнер. Тігін машинасының тарихы. Ең алғаш рет тігін машинасының жобасын 15-ші ғасырда Леонардо да Винчи ұсынған. 1755 жылы Византе Карл қол тігісін жүргізетін машина ойлап тапты. Тігін машинасының қол машина, аяқ машина және электр машина деп аталатын түрлері бар. Дизайнер матаны кесіп, бөліктерін аяқталған үлгіге қосатын адам. Ол барлық операцияларды орындауға қабілетті. Оның ішінде өңдеу. Мысалы, бір жерге сіз заттарды тасымалдауға немесе бөлшектерді мәреге қосу керек болса, онда ол мұны қалай істейтінін толық біледі. Маған осы мамандықтың қызықтыру себебі дизайнер болу менің арманым. Сәнді және тартымды киімдерді тігу. Дизайнер мамандығының жағы оң және теріс жағы. Жағымды жақтары. Көзінде от жалындап тұрған бұл дизайнер идеяларын қозғалтуға іспеттес. Ол адамдарға жаңашылдықтың не екенін дәлелдеумен болады. Жағымсыз жақтары. Бір ортадан жұмыс істеу өте қиын. Оның үстінде тез жалығатындықтан бастаған істі ешқашан аяғына дейін жеткізбейді. Сонымен қатар сын көтере алмауы. Дизайнер мамандықтың қажет салалары. Дизайн мамандығы бойынша мамандар дайындаудың оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бекіткен мемлекеттік жоғары кәсіби білім беру стандарты негізінде құрылған. Басты мақсаты білімгерлердің дизайн жасауға қажетті теориялық білімдерін практикамен ұштастыру. Мүсін, графика, дизайн жарнама өнімдерін композициялық талдау жасауына қол жеткізу. Дизайн мамандық бойынша атақты адамдар. Өзіміздің елімізде Оксана Корби, Балнұр Асанова, Құралай Нұрқабілова, тағы да басқа сияқты бір қатар танымал қыз-келіншектер бар. Әйгілі өнер жұлдыздарының көпшілігіне киім үлгісін ұсынып жүрген Берік Исламовтың коллекциясы өз алдында бір төбе. Қолданылған әдебиет тізімі осылар. Мой сын ученица 9 А класса. Есть такая профессия дизайн. История швейной машины. Впервые проект бесплатной машины был предложен 15 апреля Леонардо да Винчи. В 1755 году Византель Карл изобрел ручную швейную машину. Существуют типы швейных машин, называемые ручными машинами, ножными машинами и электрическими машинами. Дизайнер – это человек, который разрезает ткань и соединяет детали с законченным рисунком. Он способен выполнять все операции, включая обработку обработки. Например, если где-то вам нужно перенести дротики или добавить детали к финишу, то он полностью знает, как это сделать. Причина, по которой я заинтересована этой профессией, быть дизайнером, моя мечта – шить модную и привлекательную одежду. Плюсы и минусы профессии дизайнера. Плюсы. Дизайнер, в глазах которого горит огонь, является движущей силой идеи. Он всегда доказывает людям, что такое новшество. Минусы. Очень сложно работать в одной среде, тем более, что быстро надоедает. Никогда не доводит начатое дело до конца. Кроме того, не удерживает критики. Дизайн – востребованные области профессии. Учебная программа подготовки специалистов по специальности дизайн создана на основе государственного стандарта высшего профессионального образования, утвержденного и Министерством образования и науки Республики Казахстан. Главная цель – увязать теоретические знания, необходимые для создания дизайна, с практикой добиться композиционного анализа рекламной продукции, скульптуры, графики, дизайна. Дизайн знаменитости по профессии. В нашей стране есть ряд известных девушек, таких как Оксана Корби, Балнур Асанова,
Курала Нуркадилова и другие. Коллекция Билика Исмаилова, представляющая одежду для большинства известных звезд искусства, представляет собой своего рода холл. Список использованной литературы здесь.